тапсырачым аңсаған сағынышым сары ормандай самсаған әке болып жүргенімді ұмытып әлі күнге еркелеймін мен саған әке болып жүргенімді ұмытып әлі күнге еркелеймін мен саған құлымдаймын асып салған алабарда қозыңдаймын ойнақтаған алабарда өзің барда қысылмаймын күлуге жылауға да қысылмаймын сен барда өзің барда қысылмаймын күлуге жылауға да қысылмаймын сен барда мен өзіңнен қабылдаппын сүюді мен өзіңнен қабылдаппын күйді сенің жаның жүрегіме ораулы менің жаным жаулығыңа түйулі осы әнді естіген кезде әртүрлі жылы естеліктер, жылулық сезім пайда болады жүрегімде. Сол үшін де осы әнді таңдадым. Осы Асыл әжем әнін алғаш рет мектепте оқып жүрген кезде 6 сыныпта Ұмытшақ деген музыка пәнінен беретін мұғалім болатын. Осы апай маған сол әнді жатташы, бірге конкурсқа қатысайық деген ұсыныспен осы әнді берген маған. Содан бері жүрмін айтып осы әнді. Ескі әндерден ең сүйікті әндерім ол Құсни Қорлан, Айбозым және де осы Асыл әжем әні. Егер менің даусым музыкалық аспап болса, ол үрмелі аспап болушы еді. Өте даусы биік, сондай үрмелі аспап. Осы ескі таспа жобасын бұрыннан бері қарап келемін, бақылап келемін. Және де бұрыннан бері қатысқым келген. Мені шақырғандарыңызға үлкен алғыс білдіремін. Келесі эпизодымды Freedom Media платформасынан көре аласыздар.